Ойлаймын, шежіре дегенде, шежіренің дұрыс шежірелер бар, теріс шежірелер бар. Көп шежірелер өтірік құрастырылған, немесе уақыт өткеннен кейін артынан құрастырған. Осындай шежірелер бар. Сондықтан шежіреден көрі қазіргі өзіміздің мына таза ғалымдардың жазған дүниелеріне көп жүгіну керек. Мәселен, бір мәселе айтайын мен. Мына мен өзім кереймін. Сол керейлер өзінің анасы Абақ дейтін кемпірден туған деп біткен шежіреде осылай болады. Солай ғой деп ойлап жүрдім. Содан кейін маған тапсырмасыз жігіттерден ойбай керейлердің көне тарихын жазып деп. Мен айттым, мен Шыңғысханға да өрнесін жазып берейін деп. Сосын архив ақтардым. Біткен дүниеміздің Қытай деректерінен бастап бәрін тұқымай қарап шыққанымда Тоғырыл ханның, керейдің Тоғырыл хан дейтін ханы болған. Бізде қазақта 5 тайпа хандық құрған. Үйсіндер, қаңлылар, наймандар, найман 2 хандық құрған. Керейлер, қыпшақтар. Осы 5 тайпа хандық құрған. Сол бір ханы, керейлердің бір ханы Тоғырыл дейтін хан болған. Шыңғысханның алдында. Шыңғысхан соны өлтіріп барып, Тоғырыл ханның тағына отырған. Соны осы материалдарын, Қытай материалдарын өйтіп алып барған кезінде Тоғырылдың 10 неше баласы болыпты. 12-13 баласы болыпты. Соның кенжесі Абақ дейтін кемпір емес, адам болыпты. Сонан туған ұлды Абылай хан кімдер біздің Төле би қайтып жасырып алып кетті. Соғысып, ана моңғол жерден жасырып алып шығып, ертістің бойымен кетіп, Түменге апарып хандық тұрғызған. Сонда ана бала 5 жастағы бала екен. Енді осыны біздің шежірешілер кемпір деп. Кемпірден туған, бұл қатынның баласы, қатыннан туған қатынсыңдар деп келді ғой енді. Тексергенде әңгіме шыға келді. Сонан бүкіл бүтін монография жазып шықты. Сондықтан шежіреге сену қиын. Шежіреге сену қиын. Оны қуалаудың көп шежірелерде жаңағы аталарының, аталарының енді көбінде әйел жағы кетіп кірмейді, еркектер жағы кіреді. Соның тізімі ғана болады көбінде. Ортасында көп дүниелер тарихқа тағы сәйкес келмейді мәселе. Осындай нәрселер бар. Сондықтан шежіремен өте сақ қатынасу керек дегім келеді. Сондықтан бұны балаларға, енді балалар айту керек дегенде, қыздарымыз, ұлдарымыз 7 атасына дейінгі аталарын жақсы білу керек. Оны үйінен бастап, семьядан басталады. Mesela bizim Monголдың қазақтары, Қытайдың қазақтары, міне баланың тілі шыққанда сонан бастап үйретеді. Маған анам өзімнің кішкентай кезімде 7 атамды үйретіп қойған. Артынан қуалап жүріп 20 неше атамды біліп алды. Осындай. Ал енді біздің мына осында Қазақстанда тұрғын халықтар ұмыттырған. Шежіресін айтқызбайтын болған. Анау Қызыл партиядан қорқыт. Онан болады да біздің жастар, көбінің жастарымыздың көбі өзінің шежіресін білмейді. Қайдан туған болуы. Әкесін біледі, ол әкесін білсе біледі, оның жоқ.